Баршаларыңызға сәлем, сіздермен Ақ Дастархан YouTube арнасы. Бүгін біз сіздермен компот мохито жасайтын боламыз. Әрине қысқа дайындық үшін. Яғни банкаға жабамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Осылай банкаларымыздың барлығын парлап, стерилдеп аламыз. Және қайнаған су керек болады. Міндетті түрде осылай сақырлап суымыз қайнап тұру керек. Осылай сақырлап қайнап тұрған суымыздың үстіне қантымызды қосамыз. Яғни 2 литрге 200 грамм қант жетеді. Осылай немесе бокалмен өлшейтін болсаңыздар, 1 бокал шекер қажет болады. Және жемістер осылай турап алдық. Міне мұнда лимон бар және алмамыз бар. Осылай дайындалып алынған стерилденген банкаларға жемістерді орналастырып шығамыз. Міне сиробымыз да қайнап жатыр, яғни қант қосылған суымыз дайын болып тұр. Енді банкаларға жемістерді біртіндеп орналастырамыз. Ең астына черешнямызды саламыз. Сіздер шие болса, шиені қоссаңыздар болады, немесе кез келген жеміс түрін қосуға болады. Яғни бұл компот мохито. Черешнянікі негізі өте дәмді болады. Барлығын қосып дайындап алдық. Ендігі кезекте алмамызды да орналастырып шығамыз. Алманың орнына да шабдалы, өрік, немесе қара өрік секілді кез келген жеміс түрін пайдаланып жауа берсеңіздер болады. Міне алмаларды да салып алдық. Ендігі кезек лимонға. Лимонды осылай бір банкаға 2 тілім лимон қосамыз. Одан көп қосып жібермейміз, себебі қышқыл дәм шығып кетуі мүмкін. Және лимондардың міндетті түрде дәнегін алып шығамыз. Міне барлық банкаға осылай орналастырып шықтық. Енді артынан мята жапырақтары. Мята жапырақтарында 1-2 жапырақтан саламыз. Оны да қалауларыңызша қатты көп қосып жібермейміз. Суымыз қайнап дайын тұр екен. Енді банкаларға тек құйып шықсақ болды. Қант қосылған суымыз қатты қайнап тұру керек. Салқын болып қалып, немесе астын өшіріп қойып емес, міндетті түрде газда қайнап тұрған жерінен осылай банкалардың барлығына құйып шығамыз. Жасалу жолы өте оңай. Қыста ашып іше беретін нағыз керемет сусын. Міне суымызды да құйып дайындап алдық. Банкалардың барына осылай құйып алғаннан соң аузын жауып шығамыз. Әлі түсі шыға қойған жоқ. Қараңыздар, қандай әдемі болып тұр. Және банкалардың барлығын осылай төңкеріп шығамыз. Яғни ішіндегі жемістердің барлығы әдемі болып еру үшін қантта. Үстін міндетті түрде жауып қоямыз. Қабаттап, осылай 2 қабаттап жауып 2 түнге қалдырамыз. Міне арадан 2 күн уақыт өтіп, компот мохитомыз дайын болды. Осылай әдемі түстері де әдемі болып тұр. Банкаға ештеңе қылмаған, көріп тұрсыздар, міне қақпағы да көтерілмеген. Қорықпай жауа берсеңіздер болады. Тексерілген әдіс. Осылай үйде жемістерден жаз кезінде жауып қоя берсек, қыста нағыз керек, пайдалы сусын. Қыстың қамын жаз ойла деп, міндетті түрде жауып көріңіздер. Және біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі видеоларда да біз сіздерге осылай пайдалы рецепттермен бөлісетін боламыз. Ол үшін біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып
комментарий қалдырсаңыздар болады. Міне осылай дайындап қоюға болады. Өте әдем болып тұр. Черешнянікі енді мохитосы, мохито черешня болды ғой, енді бұл дәмі өте ерекше болады. Сау болыңыздар, ас болсын.